Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, аузыңызда еритін, осындай кереметтей печенье әзірлейтін боламыз. Арасындағы начинкасы өте воздушный болып келеді. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны өткізбей, соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға сметанамызды салып, қант ұнтағы, я болмаса қантты салып, жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Жақсылап араласқан массамыздың үстіне содамызды салып, реакция бергенше жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің массамыз ұлғайып, реакция беріп, воздушный болды қамырымыз. Енді жұмыртқамызды салып, шым-шым тұзымызды салып, және бөлме температурасында еріп тұрған майымызды салып, біріккенше тағы да араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап біріккенше жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Бұл қамыр қолға жабыспайды. Осы қамырымызды пакетке салып, холодильникке, яғни тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоятын боламыз. Енді меренге әзірлейтін боламыз. Кебу ыдысымызға жұмыртқамыздың ағын салып, 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Қант ұнтағын шетінен аз-аздан салып, миксерлеп отыратын боламыз. Меренганы 5 минуттай миксерлейтін боламыз. Я болмаса, басқа жолы ыдысымызды төңкереміз. Егер ешнәрсе ақпаса, бізде меренге дайын болды. Енді начинкасын дайындаймыз. Творогымызға, яғни ірімшігімізді ыдысымызға салып, үстіне сметанамыз саламыз. Лопатаның көмегімен осылай еземіз, екеуін жақсылап біріккенше араластырамыз. Енді жақсылап біріккен массамыздың үстіне алдын ала дайындалып қойған меренгамызды саламыз. Тағы да лопатаның көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Видеоның толық рецебін видеоның астына описанияға тіркеп жазып қоятын боламыз, сол жерден көре аласыздар. Біздің қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, екінші бөлігін пакетке салып қоямыз. Және бір бөлігін жаятын боламыз. Видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Міне қамырымызды жайып болды. Қамырымыз қатты жұқа, қатты қалың болмау керек, орташа көлемде болса болады. Енді кез келген домалақ формочкалармен, я болмаса стаканның көмегімен кесіп алатын боламыз. Алдын ала дайындалып қойған начинкамызды қамырдың ортасына салып,
видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Енді осы дайын болған печеньеміздің үстіне сары уызымыздың үстіне сүт құйып, кисточкамен жағып шығатын боламыз. Духовкамызда алдын ала 170 градусқа қыздырып, 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеом сіздерге ұнаса, видеома лайк қойып, каналға тіркеліп, және де комментарийға осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.